Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Аргентина 20 ғасырда жер бетіндегі ең бай елдердің бірі болатын. Германия және Франциядан да бай еді. Өмір сүру деңгейі көрсеткіші Испаниядан 2 есе жоғары деңгейде. 20 ғасырдың орталарында бұл ел артқа қарай кете бастады. Бірақ сонда да әлемнің ең қауіпсіз 10 елінің бірі болатын. Тіпті Еуропа адамдары өте бай деп айтудың орнына Аргентина сияқты бай деген сөзді қолданатын еді. Ал бүгінгі таңда Аргентина 70-тік қатарына да кірмейді. Тіпті дам жатқан елдер қатарында болады. Дамыған елдер тобынан дам жатқан елдер тобына түскен бірақ ел бар болса, ол да Аргентина. Өткен шақта бай және керемет өмір сүрген бұл ел халқы қазіргі таңда қорқынышпен, болашақты уайымдаумен, елдің Венесуэла сияқты болып қалуынан қорқып өмір сүреді. Экономикалық мәселелер елдің күнде айтылатын проблемасына айналған. Бұл елдің экономикасы өте керемет бола тұра, қандай осындай халге түсті? Осы сұрақтың жауабын табатын боламыз. Бірақ бұл сұраққа жауап бермей тұрып, Аргентина елін толығырақ тануға тырысайық. Оңтүстік Америка материгінің төменгі бөлігінде орналасқан Аргентина 2.780.000 км² жер көлемімен әлемнің ең үлкен 8-ші елі. Қазақстаннан Аргентинаға ұшу шамамен 20 сағат уақыт алады, ал ең арзан билет болса 1.300.000 теңгеден басталады. Аргентина шекарасы негізінде табиғи жолмен пайда болған шекаралармен белгіленген. Елдің Чилимен шекарасы Анд тауларымен болса, Боливиямен шекарасын Бермоа өзені, Парагваймен шекарасын Парагуа өзені және әлемнің ең қызық шекарасы болған Бразилия-Аргентина шекарасын Игуаза сарқырамасы және өзені құрап тұр. Аргентина табиғаты өте керемет. Әлемнің ең үлкен сарқырамасы болған Игуаз сарқырамасы әлемнің ең ұзын тау болған Анд тауларына, үлкен таулардың бірі болған Акамкоа тауына және көптеген керемет жерлерге иелік етеді. Осылардан бөлек елдің ең оңтүстік бөлігінде болса, түрлі мұз таулар бар және бұл Антарктика саяхаты үшін бастапқы жер ретінде қолданылады. Оңтүстігіндегі қала 60.000 халқы бар Ушая қаласы. Бұл ел федералды республика түрінде басқарылады. 23 облысқа және бір федералды аймаққа бөлінген. Бұл федералды аймақ Оңтүстік Американың Парижі деп танылған Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласы. Бұл қала Оңтүстік Американың ең көп турист тартатын қаласы. Әлемдік танымал би түрі тангоның пайда болған жері дәл осы жер. Аргентинаның демографиясын жақсырақ түсіну үшін тарихқа назар аудару керек. 1536 жылы испандықтар Аргентинаны тапқаннан кейін 1816 жылға дейін ол жерді басқарады. Осылайша шамамен 300 жылдай Аргентинаны испандықтар басқарады. Аргентинаның 300 жыл бойы Испанияға тәуелді болуының ең басты себебі Аргентинаның жерлерінде күміс металының көп болуы. Елдің аты да онсыз да латын тілінен алынған аржентум, яғни күміс деген мағынаны береді. Күмістен бөлек бұл елде өте көп қазба байлықтары бар. Аргентинаның жері жақсы болған соншалық, қазіргі таңда елдің экономикасына көп пайда келтіріп тұрған ауыл шаруашылығы. Аргентинаның халық саны 45 миллионға жуық. Бұл елде сырттан көшіп келгендер өте көп. 19-20 ғасыр аралығында жағдайы жақсы болмаған, экономикасы қиын болған италиялықтар осы жерге жаңа өмір, жаңа мүмкіндіктер іздеу үшін көшіп келеді. Ал қазіргі таңда Аргентинадағы италиялықтардың саны 25 миллиондан астам. Жергілікті халықтың көп бөлігі Еуропадан көшіп келген адамдардың өздерімен бірге алып келген жұқпалы аурулар кесірінен қайтыс болған. Ал бүгінгі таңдағы аргентиналықтар негізінде сол кезде көшіп барған италиялық және испандықтардың немерелері. Ғимараттарда еуропалық үлгілерді көп кездестіруге болады. Тәуелді кезінде Аргентина халқының көп бөлігі қара нәсілді адамдардан тұратын. Тәуелсіз болғаннан кейін бұлардың көпшілігі Парагвай және Бразилия елдеріне көшіп кеткен. 2010 жылғы халық санағы және статистикасы бойынша Аргентина халқының 97,2% еуропалықтардан тараған, 2,4% америкалықтар, 0,4% болса, бір кездері халықтың 33%-ын құраған қара нәсілділер. Елдің ресми тілі испан тілі, яғни былай айтқанда аргентиналық испан тілі. Елде ең көп қолданылатын екінші тіл болса итальянша. Халықтың көп бөлігі христиан және бұлардың көбісі Марадонаны жақсы көретіндер. Олардың ойынша футбол бұл бір дін. Бұл діннің тәңірі де Диего Марадона. Тіпті оның атында бір шіркеу бар. Өздерін Диегориан деп атайтын бұл топ Марадонаның туған күнін жыл басы және Марадона туралы кітапты қасиетті кітап ретінде біледі. 1998 жылы құрылған бұл топ 60 елден мүшелері бар болып, 120-200 мың арасында мүшесі бар. Марадона шіркеуінің 10 заңы бар. Олардың алғашқысы өмірге келген алғашқы баласына Диего есімін қою. Елдің ұлттық спорт түрі болса, ат үстінде ойналатын пато деп аталатын спорт түрі. Бүгінгі таңда тыйым салынса да, бұрындары бұл ойын жанды үйректерді себетке лақтыру арқылы ойналатын.
Pato сөзү испан тилинде үйрек деген мағына береді. Ал аргентиналықтардың бір күндік өміріне қарайтын болсақ, Елдің ақша бірлігі Аргентина песосы. Бүгінгі таңда бір Аргентина песосы 3 Қазақстан теңгесіне тең. 1 доллар болса 174 Аргентина песосына тең. 4 жыл бұрын 1 доллар 33 песо болса, 10 жыл бұрын 3,89 доллар болатын. Яғни инфляция деңгейі өте жоғары. елде психиатрларға баратын адамдардың соншалық көп болуынан сол аймаққа ең танымал психиатр Сигмунд Фрейдтің атағы берілген. Аргентина пайыз көрсеткіші бойынша әлемде 2-ші орында, 1-ші орында болса Венесуэла елі. Бұл елде адамдар несие ала алмайды. Елде 2020 жылдың басында кедейлік көрсеткіші 35,5% болса, қазіргі таңда бұл көрсеткіш 40%-ға көтерілген. Өте ауыр күнкөріс жағдайында өмір сүретіндер болса, 8%-ды қамтиды. Елдің 3-тен 1 бөлігі кедей болса, жас балалардың 54,2%-ы кедей. Бұл көрсеткіштер 2001 жылғы дағдарыстан кейінгі ең жоғарғы көрсеткіштер. Аргентина халқы 2001 жылғы дағдарыс кезіндегі нәрселерді қазіргі таңда да басынан өткізіп жатыр деп айтады. Елдегі жұмыссыздықтың жоғары деңгейі және инфляция түрлі маркеттерге жабылудан басқа жол жоқ. Жұмыссыздардың болса жұмыс табу өте қиын. Бұл елде полиция болсаңыз да жұмыссыз қалуыңыз мүмкін. Өмір сүру қиын болған халқы үшін жас кәсіпкер қолында бар тауарларын ауысу базар құрады. Адамдар бұл базарларда ақша қолданбай тауар ауса алады. Бұл елде маркетте 1 килограмм етті бүгін 2000 теңгеге алатын болсаңыз, ертең 4000 теңгеге алуыңыз мүмкін. Бұл елде бұл нәрселердің барлығы өте қарапайым жағдай. Адамдар экономикалық жағдай нашар болғандықтан барлық адамдар бір отбасыда өмір сүреді. Бүгінгі таңда ел азаматтары басқа елге саяхат жасағысы келсе, үкіметке ақшасын долларға ауыстыруға өтініш тастайды. Және қай уақытта қай жерге баратынын, қай уақытта қайта оралатынын айтуы керек. Ал халықтың өмір сүру ерекшелігіне қарайтын болсақ, Аргентинада жасыл аймақ көп болғаны үшін халық сауда орталықтарда уақыт өткізу орнына парктерде уақыт өткізеді. Және сол нәрсе оларға ұнайды. Елдің кез келген жерінде танго биін билеп жүрген адамдарды кездестіре аласыз. Адамдардың өмірінде ең маңызды нәрселердің бірі түскі тамақтан кейін сиеста уақыты. Негізі испандық мәдениетке тиесілі сиеста уақыты жылы елдерде болатын түскі ұйықтау кезеңі. Көптеген мектеп және жұмыс орындары түскі 1-ден 4-ке дейін жабық. Тіпті бұл елде сиеста сағаттарына кіріп демалуға арналған қонақ үйлер бар. Адамдар кешкі асты сағат 10-нан кейін жейді. Түскі ас және кешкі ас арасында шамамен сағат 6-да мериенде деп аталатын ағылшындардың шай сағатына ұқсас шай ішу уақыты болады. Және бұл шай ішу кезінде медуалуна деп аталатын круассан тұтынады. Қала ішінде велик қолдану кең тараған. Халық өздерінің жеке куәліктері арқылы тегін велик қолдана алады. Сонымен бірге әлемнің ең үлкен көшесі Буэнос-Айрес қаласында. Тәуелсіздік күні болғаны үшін 9 август есімі берілген бұл көшесінің кеңдігі 140 метр және көлік жүре алатын жалпы жолдың саны 22 дана. Қаншалықты тез жүрсеңіз де көшенің арғы бетінен бергі бетіне тез және бір дегенде өте алмайсыз. Аргентина өткен аптада 3-ші рет әлем чемпионы болды. Тангошылар әлемнің ең үлкен турнирінде Францияға қарсы 4-2 есебімен жеңіске жеткен еді. 2022 жылы Катарда өткен футболдан әлем чемпионатында Аргентинаның чемпион атануы елдің әртүрлі аймақтарында қызу тойланды. Ел астанасы Буэнос-Айресте орнатылған алып экрандардан матчты тамашалаған мыңдаған адам ұлттық құрамасы әлем чемпионы аталғаннан кейін сирек қуанышқа кенелді. Футболға деген құштарлығымен аты шыққан Аргентина халқы осыдан 36 жыл бұрын елдің аты аңызға айналған футболшы Диего Марадонамен соңғы рет жеңіп алған әлем чемпионатында жеңіске жеткен Буэнос-Айрес көшелерінде тойлады. Бұл елге барып келген адамдардың көбісінің айтуынша, елдегі адамдардың өте аз жауапкершілік алуы. Егер бір адаммен кездескіңіз келетін болса, ол адам сізбен кездесуге жарты сағаттай кешігіп келеді. Әрине, бұл кем дегенде. Олардың сәлемдесуі сәлем немесе қолмен амандасу арқылы болмайды. Барлық адам жүзінен бір рет сүю арқылы сәлемдеседі. Достар, бұл видеоны сіздерге Аргентина әлем чемпионы болған үшін арнайы шығарып тұрмын. Сол үшін достар, қолымыздан келгенше лайк, қолымыздан келгенше комментарий жазайық. Әр видеода осы нәрсені сіздерге ескертемін. Әр видеода сіздердің естеріңізге түсіретін боламын. Өйткені көпшілік комментарий жазбайды, лайк баспай, каналға жазылмай шығып кетеді. Бұл нәрсені сізге каждый видеода бұдан кейін ескертетін боламын. Сол үшін сіздер комментарий жазып лайк басыңыздар. Бұл нәрсе каналдың дамуы үшін және тезірек шыңға шығу үшін
өте керемет bir колдоо болот достор. Комментарийга bir опрос калдырамын. Месси ма, Роналдо ма? Сол жерден опроска катышыңыздар. Месси болсо Мессинин комментариясына, Роналдо болсо Роналдо деген комментарийга лайк басыңыздар достор. Олай болсо видеону калган жерден жалгастырайык. 1987 жылга дейин ажырасууга тыйым салынган ел қазіргі таңда Оңтүстік Америка елдерінің арасында ең көп ажырасатын елдердің бірі. Отбасылар көбінесе өмірге 2 баладан артық бала алып келмейді. Зорлық-зомбылық немесе ананың жағдайы өте нашар болған кезде ғана баланы алып тастауға болады. Одан басқа бұл елде аборт жасауға тыйым салынған. Бірақ заңсыз жолдармен жыл сайын 500 мыңнан астам аборт жасалатыны айтылуда. 1977 жылы Аргентина Антарктикадан жер ала алу үшін жүкті бір әйелді Антарктикаға жібереді. Эмилио Палма Антарктикада өмірге келген алғашқы адам болды. Пластикалық операция жасау бұл елде өте танымал. Аргентиналық әйелдер әлемде ең көп эстетикалық операция жасатын әйелдер арасында алғашқы орында. Әйелдердің 38,30% өмірінде бір ретте болса эстетикалық операция жасатқан. Әдемі көрінуге деген қызығушылық кейде адамның өмірін өз қолынан алып қою мүмкін. Бұл ел анорексия деп аталатын аурудың ең көп болған ел. Әйелдердің 30% осы ауруға шалдыққан. Бір ел әлемнің ең бай елдерінің қатарында бола тұра, қалайша әлемнің ең кедей елдерінің арасына кіріп қалды? Осы сұраққа жауап табайық. Ел экономикасы өте құбылмалы, тез-тез дағдарыстың ішінде тұрады. Экономиканың осындай қиын жағдайда болуы өте көп саяси кризистерге алып келген. 2001 жылы тек қана 10 күннің ішінде 5 президент ауысты. Сонымен бірге бұл ел 6 көтеріліс көрді және жылдар бойы бір диктатор тарапынан басқарылды. 1979-83 жылдары дағдарыс революция кезеңдерінде жоғалып кететін адамдар болатын еді. 30 мыңнан астам адам әскерге алынып жоқ болып кетті. Кейбір деректерде ол адамдарды жәшіктерге салып мұхитқа тастаған. Сол себепті көптеген адам мүлдем табылмаған. Елдің көп жерінде бұл жоғалған адамдарды еске алу күні болады. Соңында 1983 жылы демократияға оралды. Елде 1918 жылдан бері 46 президенттен тек қана 2-і ғана сайлау арқылы орнын басқа президентке берген. Қалғандарының барлығы болса әскери революция арқылы кеткен. Елдің қате басқарылуы және сыртқы қарыздар себебінен 1940 жылы Аргентинаның экономикасы құлдырай бастады. Бірақ Аргентинаны 1982 жылғы әрекеті оларды дағдарысқа түбегейлі алып келді. Өзіне өте жақын Англияның Фолкланд аралына шабуыл жасап, бір соғыс ашты. Аргентина бұл жұмысы үшін өте қатты жауапқа тартылды. ақш-тан бастап бірнеше Еуропа елдері Аргентинаға өте көп санкциялар сала бастады. Соның нәтижесінде Аргентинаның экономикасы мүлдем жойылды. Үкіметтің ойланбай ақша басу себебінен елдегі ақша өз құнын жоғалтты және инфляцияның жоғарылауына себеп болды. 1989 жылға дейін Аргентина өзін жаймен жинақтай бастады. Дәл сол кезде елдің басына Карлос Менем деген адам келді және ол үкіметтің басында болған кезде кешірілмейтін қателіктер жасады. Елдегі барлық ұйымдарды, жеке компанияларды және үлкен компаниялардың барлығын басқа елдерге сатып бітірді. Сол кездегі стратегия бойынша үкіметтің қолына ақша түсті және экономика өзіне келе бастады. Тіпті 7%-ға экономикалық даму болды. Бірақ бұлардың барлығы уақытынша еді. Өзі өндіріп ешбір тауар сатпағаннан кейін үкіметтің қолындағы ақша сыртқа шығып кетті. Осылайша экономикалық дағдарыстың жаңа толқындары пайда бола бастады. 2001 жылы Аргентинада дағдарыс басталған кезде алдымен Испания банктері елден шығып кетті. Артынан басқа елдің банктері де шығып кетті. Елден өте жылдам түрде ақша шығуы болды. Тіпті сол кездері адамдар ақшаларын алып қашпасын деп банк шоттарына блок қойылды. 2001 жылғы дағдарыстан кейін бұл ел 2014 жылы тағы бір дағдарысқа тап болды. Сол жылдан бері экономикасы барған сайын құлдырап барады. Инфляция көрсеткіші қазіргі таңда 40% шамасында. Бүгінгі таңда Аргентина халықаралық нарықта өте тәуекелді ел ретінде білінеді. Сол себепті инвесторлар бұл елге инвестиция жасауды мақұлдамайды. Қате экономикалық және саяси шешімдердің бір елдің тағдырына қаншалықты балта шабуын көріп тұрсыз. Бұл видеода сіздің сұрағыңызға жауап таба алдым деп ойлаймын. Осындай видеолардың шоуын қаласаңыз, каналға жазылып лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Комментарияда өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Комментарияда қай ел туралы видео көргіңіз келеді, соны жазатын болсаңыздар, сіздерге қолымнан келгенше мәліметтер ұсынуға тырысатын боламын. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.